Бүгінгі көңіл күйлері қалай? Бастамаңызды көрсете қояйық? Өте жақсы, да? Жақсы. Ендеше осындай өте жақсы көңіл күймен бүгінгі сабағымызды бастайық. Сабағымызды бастамас бұрын біз топқа бөлініп алайық. Ол үшін мына жерде әртүрлі түстер берілген. Солардың ішінен өзімізге ұнаған түсті таңдай қояйық. Жақсы. Ендеше осы түстер бойынша бірінші сары таңдағандар бірінші топқа, көк таңдағандар екінші топқа және жасыл таңдағандар үшінші топқа келіп отыра қояйық. Енді өткен тақырыбымызда ой қозғау мақсатында сізді қағып алып сұрақтарға жауап береміз. Ертең осы орта ғасырлар дәуірі қай ғасырларды қамтиды? 6-10 ғасырлар. Жақсы, рахмет. Сіздерге дамыған орта ғасырлар қай ғасырлар аралығын қамтиды? 10-13 толықтай жауап берейік. Жақсы. Келесі сұрақ бізде 6-9 ғасырларда біз Қазақстан бөлігінде, 6-9 ғасырларда Қазақстан бөлігінде біз қандай мемлекеттерді өттік? Қимақ, Қарлық, Түрік. Көмектесуге болса, қандай мемлекеттерді? Оғыз, да? Қарлық, түрік қағанатын, батыс түрік, шығыс түрік қағанаттары өттік, да? Жақсы. Енді бізде келесі сұрақ. Арқалық шайқасы қай жылы болды? Және ол кімдердің арасында болды? Қане Бекжан? 751 жылы арабтар мен қытайлардың арасында болды. Арқалық шайқасы өтті, да? Жақсы. Болсақ, енді тақтаға назар аударайық. Біз мына суреттерден нені көріп тұрмыз? Мынау неде? Кесенелер, да? Кімнің кесенесін көріп Қарахан кесенелері, да? Бұл қай кезде тұрғызылды сонда? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз қандай тақырып деп ойлайсыңдар? Қарахан мемлекеті дейміз, да? Ендеше бүгінгі біздің тақырыбымыз Қарахан мемлекеті. Бүгінгі біз тақырыпта осы Қарахан мемлекетінің, яғни 10-13 ғасырлардағы басындағы мемлекеттердің даму ерекшеліктерін түсініп, олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтаймыз және ислам дінінің қоғамдағы орнын, ықпалын анықтайды екенбіз. Жақсы. Ендеше бүгінгі тақырып бойынша Қарахан мемлекеті туралы бейнероликке назар аударайық. Мемлекетінің шаруашылығымен таныссың ба? Қарахан мәдениетінің арғабағында 11 ғасырдың 30 жылдары мемлекет батыс және шығыс хандыққа бөлінді. Батыс хандықтың құрамына Мәуереннахр түгел еніп, астанасы Бұхар қаласы саналды. Шығыс хандық Жетісу. Не көрдік біз? Құрылуы туралы көрдік, да? Жақсы. Ендеше мен сендерге әр топқа қазір тақырыптарды бөліп берейін. Қарахан мемлекетін ашып қойдық қой, да, кітабымыздан. Оқулығымыздан ашайық, 54-ші бет. Бірінші топқа Қарахан мемлекетінің құрылуы және оның жер аумағы. Екінші топқа саяси әлеуметтік құрылымын аламыз. Үшінші топ, онда Қарахан мемлекетінде ислам дінінің несі? Соны? Сіздерде Қарахан мемлекетінің құрылуы, да? Қай жерде құрылды, жер аумағы қандай болды? Сол туралы түсінік қой, да? Жақсы. Сіздерде Қарахан мемлекетінде ислам дінінің таралуы. Кімнің тұсында қабылданды ислам діні? Білеміз ғой, да? Мемлекеттік дәреже кімнің тұсында? 960 жылы Мұса ханның тұсында. Оған дейін кім? Сатып болған хан, да? Жақсы. Назерке, кел торына бөлесі. Сіздер әлеуметтік қандай топтарға бөлініп, дұрыс айтады, да? Дұрыс Назерке көрсетіп тұрған.
бар? Жақсы, ендеше бірінші топтан бастап тақтаға шығып жұмысымызды қорғай қояйық. Келе орында бірінші топ. Сіздерде Қарахан мемлекетінің құрылуы туралы да жақсы көрсете қойсыз. Қарахан мемлекеті 940 жылы құрылған. Қарахан мемлекетінің негізін қалаған ол Сатық Боғыр хан. Және Әмудария бұл өзен Қарахан мемлекетімен Газнауилер арасындағы бірге шекара болды. 999 жылы қарахандықтар орталық Азиядағы Самани мемлекетін талқандады. Жақсы, шайлайсыңдар бірінші топ. Шайлайсың. Жақсы, отыра орынсың. Олда Қарахан мемлекетінде қалғанымыз тыңдап отырайық. Видеода айтылғандай, Қарахан мемлекеті екі топқа бөлінді. Олар Жігіл және Яғма. Және жергілікті жерден олар батыс және шығыс деп бөлінді. Шығыстың билігі Баласағын деп аталды, ал батыстың орталығы Бұхара. Ал кейін ол Бұхарадан Самарқанға айналды. Самарқанға көшірілді да кейін. Жақсы. Тағы қосатынымыз бар ма тобымызда? Қарахан мемлекетінде жер иеленудің иқталық жүйесі орнықты. Қағандар өздерінің қызметкерлерін жасаған жұмыстары үшін жер бөліп беріп отырды. Олар қағандар өздерінің маңайындағылардан жер үлестерін алып отыруға құқық алды. Ондай жер иеленуді иқта дейді, ал иқтаны ұстаушыларды иқтадар деп атайды. Жақсы. Жарайсыңдар. Отыра қойыңыздар. Келесі үшінші топты ортаға шақырамын. Данұлы да Қарахан мемлекетінде. Жақсы. Келе қой Бекжан. Ортаға қарайды. Мұса хан ислам дінін 960 жылы мемлекеттік дін қылып жариялады. Ислам дінінің көмегімен өз билігін нығайтуға ұмтылды. Сонымен ислам діні мемлекеттік дін болып кімнің тұсында? Мұса ханның тұсында қабылданған екен. Жақсы. Жақсы. Отыра қойыңыздар. Балалар, енді тақырыпты қорғап болсақ, сіздерге тапсырмалар берейік. Бірінші топқа сіздерге Вен диаграммасы, яғни бұлар 13 ғасырлардағы мемлекеттердің біреуі болса, Қарақытай аласынан басқа мемлекет аласынан ма, екеуінің ұқсастығын айырмашылығын салыстырып жазамыз. Жақсы, қосымша мәлімет берілді. Сіздерге Қарахан мемлекетінің жер көлемін қай жерде алып жатқанын контур картаға түсіреміз, жақсы ма? Білеміз ғой да, Қарахан мемлекеті біз жаңа көрдік, бейнероликте соны қай территорияны алып жатқандығын картамызға түсіреміз. Ал сіздерге үшінші топ терминдермен жұмыс, яғни сіздерге термин сөздер беріп, солардың анықтамаларын тауып айтамыз. Жақсы, дайындалуға 3 минут уақыт беріледі. Топтасып дайындалып, тапсырмамызды қорғай қоямыз. Дін басыларының меншігі уақып жеке меншік. Иқта дегеніміз жер үлесі. Иқта дегеніміз не дейді? Жердің үлесі да берілген. Иқтадар жер иеленушілер адамдар. Археология дегеніміз қазба байлықтарды зерттейтін ғылымдан батыс. Археология қазба байлықтарды зерттейтін ғылым. Жақсы, жарайсыңдар. Топ дайын болған екен, бір топ келе қойыңыздар тақтаға.
6-13 ғасырларда өмір сүрген мемлекеттерде сол кездегі мемлекеттер екен екеуінің де ұқсастықтары. Тағы айырмашылығы бар ма Диляра? Қандай айырмашылығын таптыңдар тағы? Ел билеуінде айырмашылық бар ма? Қарақытайлардың билеушісі кім болған? Гурхан деп атағанда, оларда жаңа екі тайпаға бөлінеді. Қандай? Яғма және жігірлер, яғни екіге бөлініп, солардың ақсүйектері басқарып отқан екен. Жақсы. Жарайсыңдар, отыра алыңыздар. Так. Тынышталайық, бір-бірімізді тыңдап отырамыз. Келесі бізде 3-3 топ қалды. 3-3 топ келе алыңыздар, сіздерге контур карта берілді да, Қарахан мемлекетінің. Сол картаны Қарахан мемлекетінің орналасу аймағын түсіру керек еді. Дұрыс па екен? Картамен салыстырайықшы. Так, қазір тақтаға қосайық. Қарахан мемлекетінің орналасуы дұрыс па? Сіздердің карталарыңызбен? Жақсы, айта алыңыздар. Қарахан мемлекеті шығыс орталық Азияның шығыс бөлігінде орналасқан. Қарахан мемлекетінің батыс бөлігінде Хорезм Шахтар мемлекеті және Каспий теңізі орналасқан. Мемлекетінің солтүстік бөлігінде Қыпшақ қағанаты және Қима қағанаты орналасқан. Жақсы, тақтаға қарай қояйықшы. Қай жерде? Қарахан мемлекеті батыста Амудалия мен Сырдария арасында да Мауреннахрда, сосын қай жерге дейін дейді? Мауреннахрдан бастап шығыста Жетісу мен Қашқарға дейінгі жерлерде билік құрған бізде осы Қарахан мемлекеті екен да. Мына президент картадан көріп тұрмыз да, міне Қарахан мемлекетінің орналасқан аймағы осы территорияны алып жатыр екен. Дұрыс па да карталарын салған? Қасында орналасқан. Дұрыс айтасың да, Хорезм жақтардың қасында орналасқан. Жақсы, жарайсыңдар. Отыра алыңыздар. Жақсы. Назерге шамалы қатысамыз, иә? Жақсы, жарайсыңдар. Енді бізде келесі тапсырма тақтаға қарай қояйық. Бүгінгі өткен тақырыптар бойынша бізде Learning Paths қосымшасы арқылы тапсырмалар орындаймыз. Так, бірінші топтан Әлішер келе қойшы. Қайсыңызды білеміз? Сәйкестендіру білеміз ғой да? Жаңа айтасыз. Келе қояйық. Кел, Гүлсезім. Қолының астында тұрған қанзелем. Қағанның ең жақын көмекшісі және кеңесшісі болып саналды дейді. Кімдер болуы мүмкін? Қағанның көмекшілері қолдан жетпеді ма? Жақында бар. Жоғарысына апарып қояқшы. Жақсы. Енді Ақнас келе ғой. Тағы кім шыққысы келеді? Ойланып отырайық қарап. Не түсінгенімізді біз ашық микрофон әдісі арқылы анықтай қояйық. Бізде қазір тілші қызметін Ақназ атқарғалы тұр. Ақназ, сыныптастарынан сұрай қойшы, бүгінгі сабақ бойынша өздерінің ойларын. Жақсы, бастай ғой. Назерке, сізге қай тапсырмамен жұмыс жасаған ұнады? Картамен жұмыс жасаған ұнады ма? Картамен жұмыс жасаған ұнаған екен Назеркеге. Жақсы, отыра ғой. Қай жерлерде сізге қиындық тудырды? Маған барлық сабақ түсінікті, ешқандай қиындық тудырған жоқ. Жақсы. Қарахан мемлекеті жайлы бір-екі ақпарат айтып кетсеңіз. Қарахан мемлекетіне ислам діні 960 жылы Мұқан Мұса қаған енгізген. Жақсы. Қарахан мемлекетінің бірінші билеушісі кім болды? Қолымызға тапсырылған бағалауымызды есептеп жіберейік. Жетондарымыз екеу екен. Бұл сөзінде үшеу, екеу. Жақсы.
Осы бойынша сіздердің бүгінгі бағалары қойылады. Егер тапсырма сіздер Қарахан мемлекеті тағы да бір мемлекетпен салыстырып Вен диаграммасын өзіміз